Сәлем достар, егер сіз бірінші рет жасағаннан керемет дәмді шығатын чизкейк қаласаңыз, онда осы рецепті соңына дейін көріңіз. Себебі мен де бұл творожный чизкейкті бірінші рет жасап тұрмын, бірақ дәмі өте керемет, өзім де таң қалдым. Чизкейктің қамырын пісірудің қажеті жоқ. Оның оңай жолы печенье мен сары май. Сары майды ерітуге қойып, ол ерігенше печеньені осылай оқтаудың көмегімен майдалап аламыз. Егер сізде блендер болса, оны да пайдалансаңыз болады. Осындай майда крошкаға айналған кезде еріп тұрған сары майымызды жаймен құйып, араластырып тұрамыз. Мен қолданып жатқан яблочный печеньенің құрамында сары май аз болғандықтан, қазір ерітіп қойған сары майымды ол тез сіңіріп алды. Сол үшін аздап құрғақтау болып тұр. Сол себептен сары майды тағы да қосуыма тура келді. Егер сіз басқа печенье пайдалансаңыз, онда аздау сары май пайдалансаңыз болады. Дайын болған чизкейктің основасын формаға салып, бетін тегістеп аламыз. Мен жай ғана қасықпен тегістедім. Егер қаласаңыз, стаканның түбімен де тегістеп басып шығуға болады. Менің формамның диаметрі 28 см. Сол үшін чизкейгім жіңішкелеу болып шықты. Егер сіздікі 24-20 см форма болса, онда қалың болып шығады. Енді творожный массаны дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаны ыдысқа салып, үстіне аз-аздан шекерді сала отырып, көпіргенше миксерлейміз. Одан кейін оның үстіне қаймақ салып, тағы да аздап миксерлеп жібереміз. Чизкейкке қолданатын творогымыз влажный болған жақсы. Оны блендермен езіп аламыз. Блендер болмаса, жай ғана шаншқымен де езсеңіз болады. Толықтай езілген творогты жұмыртқалы массаның үстіне салып, оны да бір рет блендермен езіп шығамыз. Нәтижесінде осындай сұйықтау масса пайда болады. Оны алып, жаңағы дайын тұрған формамызға құйып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке чизкейкті салып пісіріп аламыз. Оған шамамен 1 сағаттай кетті. Чизкейк пештен шыққан кезде осылай көпсіп көтеріліп тұрады, бірақ суыған кезде ол сәл басылады. Ол қалыпты жағдай, өйткені құрамындағы творогтың салмағынан ол бәрібір төмен түседі. Одан еш қорқудың қажеті жоқ. Мен әдемілік үшін бетіне осылай шоколад жақтым. Сіз қалауыңызға орай жақпасаңыз да болады. Мінекей, творожный чизкейк осылай оңай дайындалады. Оны жылы күйінде дастарханға берсеңіз, дәмі өте керемет. Ауызға салғанда иірейтіндей болып тұрады. Тіпті күйеуіме қатты ұнап қалды. Егер сізде бірінші рет жасағалы тұрсаңыз, онда сіздікі де керемет дәмді болып шығатынына сенімдімін. Сіздермен болған Замира.